тесттердің ішінде қамтимыз, ажы барынша барлығын бөлшектеу арқылы. Ал енді мына жерде кідіріс түрлерін айта кетейін да, оған тест қойған жоқпын. Себебі кідіріс түрлері деген кезде, қайсы деген кезде осы үшеуін ғана белгілейміз ғой, мәселен. Бұл 7-ші класстың Так, бағдарламасы. нені кідіріс түрі? Мына жерде ырығап кетіпті мен басқан кезде. Кідіріс түрлері. Анау ноутқа күнде жазамын ғой, соған неде р әрпі түсіп қапты ғой. Грамматикалық, психологиялық, логикалық кідіріс түрлері. Яғни кідіріс дегеніміз грамматикалық кідіріске нүкте, үтір, қос нүкте қоямыз ғой. Сол нүктені көрген кезде біз кідіріп оқимыз. Ақа, менің блокнотым қайда? Ау? Балалардан сұрап жатыр, айта беріңіз. Сөйтіп, яғни кідіріс дегеніміздің өзі нүктеге, үтірге, қос нүктеге тоқтауды айтамыз ғой кідіріс деп. Бізде бұның Қоныс белгісі не? 3 түрі бар. Грамматикалық дегеніміз, яғни пунктуациялық белгілерге тоқтаймыз біз. Ал психологиялық кідіріс дегеніміз, ана әдеби шығармаларда жаңағы образдың күйініші, сүйініші болған кезде, біз сол психологияға кіре отырып оқимыз ғой, сол кезде біз кідіріс жасаймыз. Түсініп отырсыздар ма негізі? Бұны қандай кідіріс дейміз? Психологиялық, Психологиялық кідіріс. Яғни өзі көркем шығармадағы? шығармалардағы, мәтіндердегі берілген ақпаратқа байланысты біз кейде күйінішпен беріледі шығарманың, трагедиялық шығарма, мысалға олар одағай сөздермен келеді, шіркін-ай деген секілді, сол кездерде біз психологиялық кідіріс жасаймыз ғой. Ол мәтінге байланысты. Логикалық кідіріс дегеніміз, мәселен, әрбір сөйлемде бір логикалық екпін тұрады ғой, айтайын деген ойға. Мәселен, сабаққа ертең бармаймын деген кезде, ол жерде ертеңге түсіп жатыр, ертең деген сөзіне. Ешқандай тыныс белгі жоқ, бірақ біз не істейміз? Ол жерге логикалық екпін түсіреміз. Жаңағы сөз жерде көтереміз даусымызды. Логикалық, қайталап жіберіңізші, логика. Логикалық кідіріс болған кезде, ол жерде нүкте, үтір, ештеңе болмаса да, біз ол жерде, мәселен, мен ертең сабаққа бармаймын. Мен ертең сабаққа бармаймын. Ертеңге түсіп жатыр, көрдіңіз ба? Кішкене кідіріс жасап жатырмын ғой. Мен ертең сабаққа бармаймын. Байқадыңыздар ма? Сонда тыныс белгісі болмаса дағы көз екпін түсуі, е? Иә, бұл жерде біз кідіріс жасаймыз, яғни. Сол сөзге екпін түсіре отырып кідіріс жасаймыз. Сол сөзге эмоциялық екпін түсу керек қой сонда. Міне, мен ертең сабаққа бармаймын. Менің сабаққа бармайтын күнім, яғни ертең. Сол ертең сөзінен кейін біз кідіріс жасаймыз. Мен ертең сабаққа бармаймын. Үтір жоқ болса да мен тоқтап жатырмын. Байқадыңыздар ма? Мысалға, мен ертеңнің ортасын тоқтаған жоқпын ғой, бірақ мен ертең сабаққа бармаймын. Ертең мен сабақтың арасында кідіріс жасалынды. Ой кідірісі. Иә, дұрыс қой. Апай, психологияны бір айтып жіберіңізші, мен жазып отырмын психологияны. Психологиялық, яғни біз көркем шығармаларды оқыған кезде күйінішпен, сүйінішпен даусымызды көтеріп оқимыз ғой. Міне сол кезде біз кідіріс жасаймыз. Образ ашу. Иә, сол кезде біз кідіріс жасаймыз. Ал грамматикалық ол түсінікті. Мына жерде мен рығап кеткен ғой, сосын грамматикалық болып қапты ше. Күнде сабақтың арасында жазамын ғой жаңағы. Грамматикалық не дедіңіз, апай? Ол жерде нүкте, үтір, қос нүкте, бүкіл тыныс белгілері кіреді оған. Тыныс белгіні көргенде біз тоқтаймыз ғой, мәселен, үтірге, нүктеге кемірек тоқтаймыз. Сосын біз балаларға жұмыс жасатқан кезде... Өшін былай қысқа айтқанда, көркем шығарманы көркемдеп оқу ғой бұл жерде. Эмоция мен көркемдік дикция пайдалану. Психологиялықта солай оқимыз, иә. Ал грамматикалықта міндетті түрде анау тыныс белгілеріміз кіреді. Мәселен, біз пунктуация болу керек. Орындатқан кезде ше, бірыңғай мүшенің арасына мынандай бір ғана палочка қойып отырамыз. Бірыңғай мүшенің арасындағы үтірге. Ал енді анау жаңағы құрмалас сөйлемнің арасындағы үтірге 2 палочка қоямыз. Ал нүктеге 3 палочка қоямыз. Көрдіңіздер ма? Кідіріс түрлерінің белгілері ғой ол. Енді ол неге келмейді, бірақ біз өзімнің мектепте жасайтын жұмысымызға байланысты айтып отырмын да. Енді бұл түсінікті болды ма негізі? Түсіндік. Яғни осы кідіріс түрлері дегенде осы түрлерін біліп жатқанымызда болғаны. Оны бүйтіп қазып сұрамайды. Енді оқшау. Альпи апай,
айта мына беріңіз. жерде грамматикалық деген жаңағы екі не сызықша қоямыз дедіңіз ғой ше, соны бір қайталап жіберсеңізші. Мәселен, грамматикалық кідіріс түрлерімен жұмыс жасаған кезде 7-ші сыныпта бар ғой, бірыңғай Иә, мүшелердің арасындағы үтірге бір палочка қойып отырамыз, бір таяқша. Ал қазір жазып алсайықшы. құрмалас сөйлемнің арасындағы үтірге 2 палочка қоямыз, 2 таяқша. Ал нүктеге 3 таяқша қоямыз. Неге? Өйткені бірыңғай мүшенің арасында ұзақ тоқтамаймыз. Мәселен, алма, алша, өрік, ақшада өсіп тұр. Ал енді құрмалас сөйлем айтқан кезде, мен сабаққа кешігіп қалғандықтан үйге қайтып келдім. Көрдіңіз ба? Ал енді нүктеге біз көбірек кідіріс жасаймыз. Сол үшін 3 таяқша қойып өтеміз. Түсіндім, иә. Осылай. Енді оқшау сөздер сіздер білесіздер, негізі. Оның неше түрі бар еді? Тұрма, одағай, қаратпа. Дұрыс Осылар айтасыз. ғой. Иә, сол жай ғана Иә. еске түсіру Оны мақсатында білеміз ғой, жазып оны қойдым. айтпай ақ Білесіздер, қойсақ та иә. болады. Енді мен қойдым сөздердің байланысу түрлері. Мына жерге әдейі қиысу, матасу деп кішкене Иә, подсказка беріп қойдым. қиысу жіктік жалғау арқылы. Ой, сол Иә, керек маған. бастауыш пен баяндауыштың жіктік жалғауын жалғай отырып, жақ жағымен үйлесе байланысуы. Енді тесттің ішіне тоқталамыз. Матасу. Сөйлем түрлері, бізде сөйлем түрлері, яғни жай сөйлем және құрмалас сөйлем. Ол құрылысына қарай бөлінеді, иә? Ал енді сөйлем айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді? Оны білесіздер. Тек қана сұрақты түсінбей қалуы мүмкін адам кейде. Айтылу мақсатына қарай. Хабарлы, сұраулы. Сұраулы, Дұрыс. лепті, 4-ке бөлінеді, 4-ке. Хабарлы, төртке. сұраулы, лепті, бұйрықты. Бұйрықты сөйлем. Енді сөйлемнің бірыңғай мүшелері дедім, жалпылауыш мүшелер, сөйлемнің айқындауыш мүшелері. Енді тесттік тапсырмаға келеміз. сөйлемнің түрлері дегенде тестте келді ғой. Иә. Біреуі 4 дейді, ана Гүлім апайда болды. Біреуі 4 дейді, біреуі 5 дейді. Ол сөйлемнің айтылу мақсатына Түбір қарай ол сөз ғой, бөлінеді, ал сөзге қатысты ғой, түбір дегенше. Ал сөйлем сөйлем құрылысына түрлері қарай деген. жай сөйлем және құрмалас сөйлем 2-ке бөлінеді ғой өзі. Әрмен қарай өзі шыға береді. Жай сөйлемнің түрлері, құрмаластың түрлері. Сөйлемнің айқындауыш мүшелері дегенге, мысалға, 8-ші сынып оқушыларын алатын, 8-ші сынып оқушылары деп айтылатын болса, сол ішінде айқындалып айтылады ғой, сөйлем ішінде. Бұлай ғой, міне. Кездессе. Бұлай келеді ғой, біз 8-ші сынып оқушылары ертеңгі сайысқа дайындық үстіндеміз, мінекей. Көрдіңіз ба? Сонда Сол жерде 8-ші сынып болады. біз деген екен үтір қоямыз да, 8-ші сынып оқушылар деген екен тағы үтір қоямыз. Себебі ол оңашаланған айқындауыш қой. Оңашалап, екшесіне жауап қоямыз. Ана біз деген сөзді кім екенін, жаңа 8-ші сынып оқушылар деген сөз тіркесі айқындап тұр ғой, тіркескен сөздер ше. Сөзін екі жағына өтір қойылады Екі ғой, жағына үтір қойылады. Иә, солай. Өз айқындауыш неше түрі бар еді, апайлар? Екеу ғой. иә. Оңашаланған айқындауыш. Біреу қайсы еді? Жоқ, 3-еу ғой. Біреуі оңашаланған, екіншісі қосалқы, үшіншісі қосарлы. Қосарлы. Мәселен, Алпамыс батыр дейтін болсақ, батыр сөзі Алпамыстың батыр екенін не істеп тұр? Қосалқы айқындап тұр ғой. Қосалқы. Баян сұлу, мысалға күләш әнші, шара биші дейтін болса, биші сөзі шараның биші болғанын айқындап тұр. Ол қосарлы айқындауыш. Қосарлы айқындауышта әлгіндей тыныс белгі жоқ. Тек қана тіркесіп тұра береді. Ал енді қосарлы айқындауыш өзі аты айтып тұр. Мәселен, телефон автомат. Ол дефис бар ғой. Арасына дефис қойылады. Міне, сондай дефиспен берілген сөздерді біз қосарлы айқындауышқа ала береміз. Бірақ қос сөзбен шатастырмаймыз, әрине. Мысалға, қандай сөз айтсақ болады? Мысалға, инженер, механик. Инженердің түрлері көп қой, инженерлердің, бірақ оның механик екенін не істеп тұр? Қосарлап айқындап тұр. Яғни оны тестке келген кезде қосарлы. Тіркескен Дефис болса, қосасың. қосалқы тіркес болады. келсе ол қосалқы болады. Ода ешбір тыныс белгі жоқ. Ал оңашаланған айқындауыш өзі екі жағымен үтірмен ажыратылып тұрады. Оңашаланған айқындауыш кейде сызықшамен де кеп қалатын жағдай болады, бірақ ара кідік келеді. Ал негізгі тыныс белгісі осы үтірмен ажыратылады.
Бірақ енді дәл өйтіп қиындатып бермейді тестте. Тестте сұрақтар былайша айтсаңыз өте жеңіл берілген. Қазақ тілі бар ғой. Бірақ мен енді мынау өзіміздің мектеп программасы бойынша айтып жатырмын да. Оны құрастырғанда мүмкін ол мектеп программасынан сәл жеңілдетіп жіберген секілді болды маған енді. Енді бұл бізге керек Үйірлі нәрсе ғой, анықтауыш сосын бар сөйлем. Оңашаланған қалай болады, апай? міне Екі жағынан үтір бола ма? екі жағымен үтірмен Иә, ашылады иә. мысалға. Мысалға, Сызықша болған жағдайда тоже оңашаланған дей береміз ғой. иә. Бірақ бірыңғай мүшеде де кейде жалпылаушы мүшемен шатастырып алмайсыздар. Ол туралы кішкене тесттер бар негізі. Әзір көреміз қазір. Міне Талдайық иә, Жалпы талдамасақ қазір бәрі болмайды. деген алдынан үйірлі анықтаушы бар, сөйлемді табыңыз дейді. Осы үйірлі анықтауыш дегенді ше, онша түсінбеймін ше. Үйірлі былай болады ғой. Мәселен, сол беріліп тұрған мүшенің бір сөзі міндетті түрде етістік сөз табынан тұрады. Мәселен, ол қандай деген сұраққа Берілген жауап берсе де, сөйлемнің оның бір сөзі етістіктен тұрады. қазір Мәселен, берілген сабақтан сөйлемнің қайтқан қыздар. бір Кімдер? сөзі Сабақтан қайтқан қыздар. Нені жазып жатсыздар, қыздар? Абай жетістік қазақтың болады. бас ақыны деген жоқ па? Жоқ, ол интонация арқылы байланысады ғой ол жерде. Абай қазақтың бас ақыны. Ол Қандай айқындаушты талдап жатсыздар, қыздар? үйірлі анықтаушы. Бірінші. Мынау бірінші тұрған үйірлі анықтаушы бар, сөйлемді табыңыз. Мынау бола ма, әрдайым абайлап сөйлеу қажет бола ма? Ендеше басынан бастап талдап көрейік та. Сыртта қарлы боран күшейді. Қайтты, күшейді, баяндауыш. Не күшейді? Боран күшейді. Бастауыш. Қандай боран күшейді? Қарлы. Қарлы болды. Қарлы боран күшейді. Анықтауыш. Қандай? Анықтауыш. Анықтауыш. Сыртта, қайда? Қарлы боран қайда Анықтауыш. күшейді? Сыртта күшейді. Сыртта. Қайда? Пысықтауыш. Пысықтауыш. Қайда пысықтауыш? Мекен Мекен пысықтауыш. пысықтауыш. Иә. Одан кейін. Апайжан сөйлем талдамадыңыз ғой, сабақтан қайтқан қыздар жаздықты ары қарай ештеңе айтпадыңыз. Мен оны ауызша айтып кеттім ғой. Қайсы сабақтан қайтқан қыздар? Аха, Қандай қыздар? Сабақтан қайтқан қыздар. Бұл жерде қайтқан сөзі етістіктен тұр. қайтқан сөзі. Етістік, ал сабақ сөзіміз есім сөз ғой. Сондықтан бұл үйірлі мүше. Үйірлі мүше. Қандай деген сұраққа жауап берді ма? Ендеше ол үйірлі анықтауыш болады. Сонда сөйлемде былайша айтқанда, анау екі анықтаушы бар сөз сол үйірлі бола ма? Жоқ. Мысалы, Екі сөзден ақылы тұрады бар да. жігіт озады дейді да, ақылы бар жігіт озады дейді. Бұл жерде қандай жігіт ақылы бар Түсінікті. деген Қараңызшы, екі сөз ғой. ақылы бар жігіт озады ма? Кім озады? Иә. Жігіт озады. Қандай Жігіт. жігіт озады? Ақылы бар. Ол үйірлі Иә. анықтауыш. Өйткені бар етістік қой. Ақыл сөзі есім сөз. Етістікке, значит, анықтауыш сөзі бар қатысып тұрған екі сөзге бір сұрақ жауап берсе, анықтауыш болады. Үйірлі Біреуі анықтауыш. есім сөз болып, біреуі етістік болып. Ол кейде үш сөзден немесе төрт сөзден де келе береді. Міндетті түрде екі сөз емес. Екі сөзден де, үш сөзден де, төрт сөзден тіркесіп келе береді. Сонда етістігі тіркесіп келген анықтаушы бар сөз. Иә, етістік болғанмен ол анықтауыштың сұрағына жауап береді да. Анықтауыш. Сонда ол үйірлі анықтауыш болады. Ал бастауыш болатын болса, мысалға, өнері барлар ешқашан, мысалға, анасы барлар қартаймайды дей қояйыншы. Қартаймайды. Кімдер қартаймайды? Анасы барлар қартаймайды. Көрдіңіз ба? Бар сөзі етістікті ғой. Анасы есім сөз. Сонда ол үйірлі бастауыш болады. Өйткені кімдер деген сұраққа жауап беріп жатыр. Түсінікті ғой, иә? Барлар баяндауыш бола ма? Жоқ. Анасы барлар қартаймайды. Қартаймайды баяндауыш. Кімдер қартаймайды? Анасы барлар қартаймайды. Бастауыштың сұрағына жауап берді ғой. Кеп тұр, иә. Бастауыштың сұрағына жауап бергендіктен ол үйірлі бастауыш қызметінде тұрады. Бұл үйірлі мүше болу үшін міндетті түрде оның бір сөзі етістіктен болу керек. Етістіктен болғанмен, бірақ жаңағы сол сөйлем мүшесінің сұрағына жауап береді дағы үйірлі мүше болып қызмет атқара береді. Сонда сызған кезде де бастауыш деп бірге сызып аламыз. Бірге сызамыз, міндетті түрде. Одан кейін мына сөйлемге келдік пе біз қазір? Әрдайым абайлап сөйлеу қажет. Қалай сөйлеу?
Бұл жерде баяндаушы Қалай не Не істеу керек? Не қажет Сөйлеу сөйлеу. қажет. Қалай Дұрыс. сөйлеу, абайлап. Қалай? Қашан? қалай Қалай? сөйлеу керек? Әрдайым. Абайлап. Әрдайым Абайлап. абайлап сөйлеу Дұрыс. қажет. Мына екеуі де пысықтауыш, бірақ екеуі екі түрлі пысықтауыш. Ортасын бөліп сызамыз. Неге? Өйткені екі түрлі сұраққа жауап берді. Біреуі қалай, біреуі қашан. Біреуі абайлап дегеніміз қимылсын пысықтауыш болса, әрдайым дегеніміз қашан деген сұраққа жауап беріп, мезгіл пысықтауыш болып тұр. Екеуі екі сұраққа жауап бергендіктен ортасын қосып сызбаймыз. Бұл түсінікті, иә? Енді В-ға келдік. Мырзаның атбегілік атағы кеңінен жайылды. Жайылды. Не істеді? Жайылды. Мгм. Кеңінен жайылды. Атағы кеңінен жайылды. Иә, Қалай атағы жайылды? жайылды. Атағы жайылды. Мгм. Кеңінен Несі жайылды? жайылды. Атағы жайылды болмай ма? Қалай кеңінен? Кімнің? Жайылды. Мырзабектің? Несі жайылды? Атағы жайылды. Атағы қалай жайылды? Атағы жайылды десек, түсінікті ма? Мағына. Атағы жайылды дегенге мағына түсінікті ма? Ойлап қараңыздаршы кішкене. Иә. Жоқ. Атбегілік атағы жайылды. Бола Мхм. ма? Дұрыс. Кімнің несі атбегілік Қандай? атағы? Кімнің мырзаның? Қалай? Кеңінен? Мхм. Иә, кеңінен дегеніміз, бұл жерде қимылсын пысықтауыш, иә? Кеңінен жайылды. Қалай жайылды? Альфия апай, бір мен үйірлі деген қандай еді? Bir түсіндіріп жібересіз бе? Мен қазір енді Мына оқыдым жерде да. ше, қазір. Қандай деген? Иә, қандай деген сұраққа жауап беру керек та. Мәселен, жаңа айттым ғой. Жақсы Бір сценарий, оқымағандар, сөзден. жақсы оқымағандар оқуға түсе алмайды. Кімдер түсе алмайды? Оқымағандар түсе алмайды. Ал егер енді мына жерде бар ғой, мен бағана үйлі анықтауыш деппін дағы үйлі анықтауышты қоймай кетіппін ше, қазір қарап отырсам. Мына жерде үйлі анықтауыш жоқ екен, бірақ төменгі жағынан қазір басқа сөйлемде үйлі анықтауышты мынаны өзгерте саламын ғой. Менде мынаны қарайықшы қайтадан, міне жайылды. Не жайылды? Атбегілік Не атағы істеді? жайылды. Жайылды. Мхм, Кім? атбегілік атағы Атбегі. жайылды. Кімнің атбегілік атағы Кімнің? жайылды? Мырзаның. Кімнің мырзаның? атағы. Бұл жерде кімнің? Бұл жерде- Анықтауыш. Мхм. Мынау анықтауыш. Бұл жерде мен үйлі Иә. анықтауыш деппін да, бірақ бұл жерде үйлі Анықтауыш анықтауыш емес, емес, кәдімгі дара анықтауыш. анықтауышты қойып қойыппын. Дара анықтауышты. Иә, айыпқа бермеңіздер. Ол үшін бізде мынандай болу керек еді да, сонда ауызша бір сөйлем ойлап көрейінші қазір. Мырзаның. Әйгілі мырзаның десе болады. Әйгілі мырза. Қандай мырзаның? Әйгілі мырзаның. Жоқ, Жоқ, ол жерде етістік жоқ қой бұл жерде. Етістік болу керек. Мысалға, жақсы оқыған қыз. Қандай қыз? Жақсы оқыған қыз. Жақсы оқыған қыз ұбт-дан жоғары бал жинайды. Жинайды, қайтеді, жинайды. Нені жинайды? Балды жинайды. ұбт-дан нені жинайды? Балды жинайды. Жоғары балды жинайды дей қояйыншы, ұбт демей-ақ. Сосын қандай қыз? Қандай? Оқыған. Яғни оқыған Жақсы сөз ғой. оқыған. Жақсы сын есім. Ендеше бұл үйірлі анықтауыш болады. Түсінікті, иә. Үйірлі анықтауыштың бір сыңары етістіктен болу керек па? Мхм, бір сыңар етістіктен болу керек. Альфия апай да Сөйлемді жазып екінші тұр ғой, қалдырып міне екінші үйірлі бастауышы бар сөйлемде. Қар жамылған далада деген үйірлі анықтауыш болып тұр емес пе? Кәні, азынап тұр, не азынап тұр, аяз азынап тұр, мынаны талдамай кеттік па? Қайда азынап тұр, далада азынап тұр, дұрыс, мынаны талдамай кетіппіз ғой тіпті. Азынап тұр, Қандай? тыңдауыш, не азынап тұр? Аяз азынап тұр. Аяз қайда Қайда? азынап тұр? Қайда? Далада азынап тұр. Далада. Қалай Далада. аяз? Қар жамылған, дұрыс, болды. Мына қарымыз зат есім ғой. Мынауымыз етістік. Мен мынаған қарамай кетіппіз. Етістік болды. Иә. Үйірлі бастауыш қой. Үйірлі анықтауыш. Мына бастауышымыз тұр ғой, аяз ғой. Аяз Қар бастауыш не ғой. емес па? Ненің? Жоқ, Қар қараңыз. деген сұрақ. Қараңызшы. Иә. Қандай аяз азынап тұр, қар жамылған. Иә, Сонда қандай аяз? Қар жамылған аяз. Тұр ғой, Мхм. апайымыз. Қайда? Далада. Негізі жалпы ған жұрнағы арқылы жасалады ғой. Мынау үйірлі анықтауыш. Байқадыңыздар ма? Басқасымен де келе береді, бірақ Көбінде. негізгісі осы міне. Көбінде ғой, иә. Иә, көп жағдайда осы есімшенің өткен шағының ған жұрнағы арқылы жасалады. Қан, ған деген секілді да, кен. Анықтауыш болып тұр ғой, қар жамылған деген, иә? Үйірлі анықтауыш. Үйірлі анықтауыш. Дұрыс қойған екен. Далада, қайда?
Не бола ма? Толықтаушы. Жоқ, былай Топ, бүйтейік, қайда бak деген мынаны пысықтауыш талғат. қой. Не істеп тұр? Азнап тұр. Не азнап тұр? Аяз. Аяз қайда? Далада азнап тұр. Қайда? Пысықтауыш. Мекем Пысықтауыш. пысықтауыш. Қандай? Пысықтауыш. Қандай? Қандай аяз? Аяз Қандай қар аяз? жамылған. Қар Қар жамылған. жамылған. Енді болды. Иә, анықтауыш. Міне қар Үйірлі жамылған, анықтауыш. яғни үйірлі анықтауыш. Ол кейде 4 сөзінде тұрады, кейде 3 сөзінде тұрады. Бола береді. Міндетті түрде Сұрақ қою арқылы табады екенбіз ғой бұны. Ау? Я талдау Сұрақ арқылы қою ғой арқылы негізі. табамыз. Талдасаңыздар дұрыс шығады барлығы. Енді екінші сұрақ. Көше берейін ба? Мына жерде. Иә. Ол түсінікті. Мынау г-сын айта Үйірлі кетейікші, бастау. жаңа сіз айттыңыздар ғой біреуіңіз, Абай қазақтың бас ақыны жоқ па деп ше. Бұл қалай Мен айттым, байланысқан? Мынау сөйлем қандай сөйлем жалпы? Бұл ма? Жай сөйлем. Жай сөйлем. Бізде байланысу тәсілі бойынша Орын қайда тәртібі арқылы. Матаса байланысқан. жоқ, ол Матасу. матасу оған кірмейді ғой. Сөздердің Орын тәртібі бір-бірімен арқылы. байланысу тәсілін айтамын. Сөздердің бір-бірімен Орын байланысу. тәртібі арқылы байланысып тұр. Жоқ, Абай қазақтың басы. Жоқ, Жоқ, мына жерде орын Абайдан емес қой, кейін жатаймыз жалғау ба? арқылы. Жоқ, айқындау Иса байланысқан. интонация. Интонация арқылы. Өйткені Абай қазақтың бас ақыны. Тоқтап қалдық қой интонация болғаннан кейін мына жерде. Иә. Міндетті түрде Логикалық. сызықша қоямыз. Енді осыны талдап кетсек. Сөйлем мүшесіне. Ақыны. Аха. Несі? Кім Абай? Жоқ. Бұл Бұл жерде бастауыш пен баяндауыш қана емес па бұл жерде? Иә, дұрыс айтасыз. Өйткені қараңызшы, Абай бас ақыны дейтін болсақ, мағына бар ма? Жоқ. жоқ. Бөлшектей алмаймыз да. Абай қазақтың бас ақыны. Қазақтың бас ақыны Қазақтың- күрделі баяндауыш, Абайымыз Баяндауыш, бастауыш Абай бастауыш. болды. Интонация болғанның кезде міндетті түрде мына соңғы сөзіміз бізде не болады? Есім сөзден болады, етістік емес. Сонда ол баяндауыш болып кете ма? Иә, баяндауыш болады. Интонация арқылы Қазақтың байланысқан бас кезде, ақыны. зат есім Қазақтың бас ақыны деген баяндауыш болып тұр ғой, иә? иә, күрделі баяндауыш. Иә, күрделі. Күрделі. Осындай сұрақтар келеді, негізі интонация арқылы байланысқан деген кезде біз міндетті түрде осындай сызықшасы барға қараймыз. Қазақтың не болады сонда? Қазақтың не болады? Ол қазақтың ол да баяндауыш болып кетеді. Бірге кетеді ғой, бірге. Оны. Бірге. Оны қалай Бірге талданып кетеді. бөлеміз бе, бөлмейміз бе, қалай тексереміз? Бөлінбейді. Айта кетейін да, мысалға Абай бас ақыны десек мағынасынан айырылып қалды. Одан кейін кімнің бас ақыны деп айта алмаймыз ғой. Қазақтың деп айта алмаймыз. Кімнің деген сұрақ қисынға келмейді. Осылай тексереміз. Ол түсінікті болды ма негізі? Ағай. Ары қарай үйірлі бастаушы бар, сөйлемді анықтаңыз. Үйірлі бастауыш. Бұл да жаңағы етістік болу керек па? Бір сөз етістік болу керек. Дұрыс тамақтану. Үлкен қасиет. Дұрыс тамақтану адам үшін маңызды. Барлар әрдайым алда жүреді. Сол өнері барлар ғой. Үйірлі. Өнері барлар Өнері ғой. барлар әрдайым алда жүреді. Иә, бұл жерде міндетті түрде не Жүреді. болады? Жүреді. Баяндауыш. Баяндауыш. Кімдер жүреді? Әрдайым алда. Жоқ. Өнер. Кімдер жүреді? Кімдер жүреді? Өнері барлар. Аха. Барлар. Бұл үйірлі бастауыш. Өнері барлар қалай жүреді? Қалай жүреді? Әрдайым алда жүреді. Өйткені біз қайда жүреді деп сұрақ қоя алмаймыз. Ол мағынаға сәйкес келмейді. Логикаға қарай. жүреді? Иә, қалай жүреді? Әрдайым алда жүреді. Бұл түсінікті, иә? Өнері барлар деген сонда етістік болып тұрмайды бұл жерде? Бар деген сөз болғанда- етістік қой. Бірақ ол не жасап тұр? Бізде үйірлі бастауыш жасап тұр. Өйткені кімдер деген сұраққа жауап берді ғой. Кімдер деген сұраққа жауап беріп тұр. Лар жұрнағы арқылы ол заттанып кетті ғой етістігіміз. Заттанып кетті. Мына в-сында кетейік негізі. қызметін атқарды. Бір жесір кемпір бала. жалғыз баласы болады. Жалғыз баласы болды. Не істеді? Болады. Болады. Баласы болады. Баласы болады. Кімнің? Бір жесір кемпірдің. Қандай баласы болады? Дұрыс. Мынау жерде Бір жесір кемпірдің қандай баласы? Жалғыз баласы. бұл жерде екі анықтауыш бар екен, иә, әріптестер. Бірақ екеуін екі бөлек сызамыз. Неге? Өйткені жалғыз дегеніміз
қандай деген сұраққа жауап берді да, ал бір жесір Есім кепсін анау дегеніміз іліп кімнің деген кеткен. сұраққа жауап берді. А, Кейде неде келеді да сұрақта, мысалға осындай сөйлем болуы мүмкін, кімнің сұрағына жауап беретін, кімнің деген сұраққа жауап беретін анықтауышты табыңыз деуі мүмкін. Ол кезде біз жалғызға қарамаймыз, мынаны қараймыз. бір жесір кемпірдің адам үшін маңызды деген сөйленді талдай салайықшы. Талдайық. Маңызды, Адам үшін маңызды. баяндауыш. Не Не маңызды? маңызды? Дұрыс тамақтану Дұрыс маңызды. тамақтану. Мағына толыққанды Кімге бар, иә? маңызды? Иә, толыққанды мағына Кім бар. үшін? Кім үшін? Адам үшін. Кім үшін дегеніміз қай мүше болды сонда? Бастауыш па? Жоқ, кім үшін? адам. Кім үшін? Кім үшін, не Пысықтауыш үшін? па? Толықтауыш. Яғни оның Үшін маңызды değil. екенін адам Маңызды. үшін деген сөз толықтырды ғой, толықтырды. Сондықтан бұл толықтауыш. Кімге маңызды болып тұрған? Кім Кімге үшін, ол не адам? үшін деген сұрақтар толықтауыштікі. үшін. Кім үшін, не үшін, не жөнінде дегендеріміз толықтауыштікі. Толықтырып тұр ғой маңыздылықты. Ал мына Мынау сөйлемді айта тамақтану кетейін. деген Ол дұрыс тамақтану дегеніміз, тамақтану, мына дұрыс тамақтану бірге біз күрделі бастауыш етіп аламыз. Өйткені тамақтану маңызды десек, өзінің қасиеті сәл айырылып қалады. Мағына бере алмай қалады дұрыс. Тамақтану маңызды деген дұрыс келмей қалады сәл. Сол үшін екеуін бірге алып кетеміз. Бұл контекстке мағыналыққа Кейбір қараймыз ғой. сөздерді жаңа- Дұрыс тамақтану кейбір деген не болып тұр? сөздер, иә. Бұл күрделі бастауыш болып тұр. Не Қалай маңызды? тамақтану деген сұрақ болмай ма? Болады Қалай ғой, бірақ ше, тамақтану? мына жерде контекстке тура келмейді. Неге? Өйткені тамақтану маңызды. Тамақтану маңызды дегенге сәл жетіспейді мағына. Сол үшін дұрыс тамақтану дегенді біз бірге алып кетеміз. Иә, Толық өйткені кетеміз. кейбір сөздерді бөле алмаймыз, Бөле мағынасын алмаймыз. мағынасын Мағынасына жоғалтып қараймыз. аламыз. Мағынасынан кішкене жетпей қалады. Енді мына Адам жерде- үшін маңызды деген не болады? қайсы? Адам үшін Адам деген Адам үшін маңызды. адам үшін толықтауыш. Қалай? Адам үшін. Жоқ, Толықтауыш. Қалай? кім- Адам үшін. кімге деп- Кім үшін? кімге Адам деп үшін. қойсақ Кім болады? үшін? Кімге маңызды? Адам Бұл үшін. толықтауыш. Үшін. Маңызды баяндауыш па? Маңызды Маңызды баяндауыш болады. баяндауыш. Бұл не үшін баяндауыш болып жатыр? Өйткені мынау интонация арқылы байланысты ғой. Көрдіңіздер ма? Мына жерде сызықша тұр. Сызықша тұрған кезде міндетті түрде ол баяндаушқа кетеді. Енді мына А нұсқасында айта кетейік, иә? Өнер деген үлкен қасиет. Қасиет дегеніміз баяндауыш. Не қасиет? Өнер Не деген. өнер? Қандай қасиет? Үлкен қасиет. Қараңыздар, өнер деген қасиет. Мағына толыққанды болды ма? Болмай қалды. Болмады. Сол үшін үлкен қасиетті біз күрделі баяндаушқа алып кетеміз. Ал өнер дегенді Бастауыш. біз күрделі бастауышқа алып кетеміз. Бастауыш. Күрделі Бастауыш пен бастауыш, күрделі баяндауыш. баяндауыш. Иә. Яғни тестті тек дұрыс шешу үшін талдап қана шешеміз ғой. Ол түсінікті болды, иә? Енді үшке көше берейін. Үйірлі пысықтаушы бар сөйлем. Егіз алқабын дайындайды. Көктем шыға. Қашан көктем шыға? Егіншілер. Иә, Көктем шыға. дұрыс, дайындайды. Не істейді? Дайындайды. Кімдер дайындайды? Егіншілер. Егіншілер. Нені дайындайды? Егіс алқабын. Қашан? Қалай көктем шыға? Дұрыс. Бұл Сонда көктем шыға. мезгіл пысықтауыш болды. Оның ішінде Пысықтауыш. мезгіл үйірлі пысықтауыш болды. Мезгіл үйірлі пысықтауыш. Бұндай сұрақтар келмей ақ қойсын, масқара ғой мынау. Жоқ, дәл олай бермейтін шығар, бірақ сонда сіз түсініп алыңыздар да негізі. Иә, Жарым жартылай түсінген дұрыс болмайды да ертең. Кейін тағы да керек қой өмірге. Осының записін қайттан салу керек, біз қайттан тыңдап шығуымыз керек қой. Жарайды. Тағы да сіз Альфия апай қоямын ғой. Одан жақсы кейін түсіндіріп сөйлем. жатыр. Біз үшін қобыз киелі болып саналады. Не істейді бұл? Не істейді? Не? Не істейді? Саналады. Саналады. Не саналады? Қобыз. Қобыз. Кім үшін? Қалай Жоқ, почему қобыз? Қобыз киелі Біз ғой. үшін. Қандай болып? Киелі болып. киелі болып екеуі бірге Кімге? кетеді. Бізге. Подождите, заново. Кім үшін? Кім үшін болмай ма? Кімге? Кім үшін? Біз үшін толықтауыш. Қобыз бастауыш. Қандай? Анықтауыш. Қалай? Киелі. Қалай Анықтауыш, саналады? баяндауыш. Дұрыс па?
Так, Қалай саналады. саналады? Киелі болып. Қобыз. Мынауымыз қимылсым пысықтауыш қой. Киелі болып деген сөзіміз. Иә, пысықтауыш Қалай? қалай. Өйткені ып Болып деген басында- көсемше тұр ғой мына жерде. Ып деген көсемше. Иә. Көсемше тұрған кезде ол қимылсымға кетіп қалады. Қобыз бастауыш болды. Анықтауыш болмай ма? Киелі болып қандай? Киелі болып. Жоқ. Мына ып деген көсемше тұрған кезде міндетті түрде қимылсынға кетіп қалады. Қимылсын пысықтауышқа кетеді. Апай, осы жерде бір сұрақ қойсам бола ма? Қоя беріңіз. Мысалы, сіз жаңа айтып жатсыз пысықтауыштың қимылсын пысықтауышты біз қалай табамыз? Ып көсемшесі арқылы депші. Пысықтауышты Жаңа бар ғой. сіз Қалай Иә. деген сұрақты қойсаңыз өзі шыға береді ғой. Қалай Иә, деген. мысалы, Қалай, ол қайта. лайфхакта ол. Ау. Лайфхак дейді да ондайда. Аха. Сол мысалы сіз енді жіберіп жатсыз ғой Word түрінде Иә. ережелерді ше. Мгм. Сол кезде қызылмен сол жерді қалай айтсам болады бүйтіп ерекшеленіп жазып қойсаңыз да мысалы. Жоқ, ол сол сосын жерде талқылап оңай біткеннен жаттаймыз. кейін жібереді ғой кісі. Жоқ, дұрыс қой, мысалы ережеде мысалы қимылсын мына жерде тестте біз қалай білеміз оның қимылсын екенін, мысалы шы ып көсемшесі арқылы екенін мысалы енді біліп отырық та мысалы. Онда мен оған Сол тағы да сияқты- бір не жіберейін да сіздерге ше, оны. Осы ненің. Мысалы біз анау дауысты да жуан жіңішкені қалай бөлеміз? Жуандарды, әріптерді дөңгелек формада деп айтамыз ғой. Сол сияқты жаттаудың оңай жолы Не ғой? ретінде. Анау ол фонетика бойынша кестенің ішіне жіберіп қойдың ғой. Қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз жіберіп қойдың ғой. Сосын жаңағыдай қайсысы қатаң, қайсысы үнді дегендерді. Жоқ, дұрыс қой, оны жіберіп қойдым. Мысалы айтып жатырмын да. Мысалы біз жуан мен жіңішкені қалай ажыратамыз? Айту арқылы жуанды жатасыз ғой. мысалы- Айту арқылы. Жоқ, дұрыс қой, Айтқан айту арқылы. Бірақ та мен есімде былай сақтадым да, жуанды мен әріптердің дөңгелену арқылы. Мысалы О дегендерді дұрыс қой? Иә. Дөңгелек әріптерді мен жуан деп белгіледім. Сол сияқты мына жерде қимылсынды ып деп қойсаңыз, мысалы уже қимылсын пысықтауыш екенін біліп тұрамыз. Ол ып дегенді дәл олай бөліп қойсақ ше, кейде ол білесіз ба? Сөйлемнің мағынасына қарай баяндаушыға кетіп қалады ғой. Сол кезде шатасып Иә, қалуымыз басқа да мүмкін. Сол болуы үшін мүмкін. бізді алып шығатын нәрсе Сондықтан- тек қана сұрақ дұрысты қою ғой. Сұрақты дұрыс Талдау, қойсаңыз, талдау, шатаспайсыз. талдау, Мәселен- баяндауыш, бастауыш ретімен. Аха. Мәселен, Болды, сабақ болды. баяндауыш дедіңіздер. Не саналады? Қобыз. Қобыз саналады. Қобыз. Қобыз қалай Бастауыш. саналады? Біз үшін толықтауыш. Толықтауыш. Қалай болып саналады? Киелі болып саналады. Мгм. Қалай анықтауыш? Қалай пысықтауыш? Қалай пысықтауыш ғой? Қалай Пысықтауыш. Иә, Қалай дегеніміз пысықтауыш. қимылсын пысықтауыш ғой. Мхм. Иә. Келесі сөйлем талдайық та енді. Иә, кітабы жоқтарды мұғалім тексеріп шықты. Не істеді? Тексеріп шықты. Кім тексеріп шықты? Мұғалім. Мұғалім. Нені? Нені? Кітап жоқтарды. Толықтауыш, бастауыш, баяндауыш. Дұрыс па? Жоқ, кешіріңіздер, Жоқ, жаңағы жоқтар. соңғы сөйлемде біз үшін деген не болды? Біз үшін Толықтауыш. толықтауыш болды. Түсінікті, аха, мен де солай талдағам. аха. Мхм. Мына жерде мынада к әрпі қалып кетті мына жерге. Кейін жөндеп қоямын ғой жіберейін. Иә, тексеріп деп.